Көп адамдар 70 жастан асқаннан кейін өмір тек баяулайтын, азаятын және біртіндеп өшетін кезең деп ойлайды. Олар бұл уақытты тыныштық, демалыс және күту кезеңі ретінде қабылдайды. Осылай ойлаған сайын адам өз ішінде біртіндеп әлсірей бастайды. Бұрын қызық болған нәрселер маңызын жоғалтады, жаңа нәрсеге ұмтылыс азаяды, күндер бір-біріне ұқсап, өмірдің ішкі бояуы жоғала бастайды. Ең қауіпті процесс дәл осы жерде басталады. Адам шынайы шектеулерге емес, өз ойындағы шектеулерге бағына бастайды. Бірақ шын мәнінде жағдай мүлде басқа. Адам ағзасы тек паспорттағы жасқа қарап жұмыс істемейді. Ол күнделікті әрекеттерге, қозғалысқа, ойлау жүйесіне, тамақтануға, ұйқыға, эмоциялық күйге және жалпы өмір салтына тікелей тәуелді. Яғни адамның биологиялық жасы оның өмір сүру сапасына байланысты. Сол себепті бір жастағы екі адам мүлде екі түрлі күйде болуы мүмкін. Бірі сергек, белсенді, ойы анық, денесі жеңіл болады. Екіншісі тез шаршайды, әлсірейді, қозғалысы баяулайды және біртіндеп өмірден алыстай бастайды. Бұл айырмашылықтың себебі уақыт емес. Бұл күнделікті әдеттер. Қартаю деген тек жылдардың өтуі емес. Қартаю бұл күн сайын жасалатын кішкентай таңдаулардың жиынтығы. Адам өз өмірін екі бағытта жүргізе алады. Бірі біртіндеп әлсіреу, екіншісі белсенділікті сақтап, өмір сапасын ұстап тұру. Бұл үлкен шешімдермен емес, күнделікті қарапайым әрекеттермен анықталады. Ең бірінші маңызды фактор – қозғалыс. Бұл спорт емес, ауыр жаттығу емес, марафон емес. Бұл тек қозғалыс. Адам аз қозғалған сайын оның ағзасы әлсірей бастайды. Себебі дене өте ақылды жүйе. Ол ресурсты үнемдеуге бейімделген. Егер қозғалыс азайса, ағза энергияны үнемдеу режиміне өтеді. Бұл кезде бұлшықеттер біртіндеп әлсірейді, буындар қатая бастайды, қан айналымы баяулайды, оттегі деңгейі төмендейді. Ең қауіптісі, қозғалыс азайған сайын адамда қозғалысқа деген ішкі қажеттілікке азаяды. Яғни дене әлсіреген сайын, адам одан сайын аз қозғалады. Осылайша тұйық цикл пайда болады. Бірақ бұл циклді кері айналдыруға болады. Тіпті өте аз қозғалыстың өзі ағзаны қайтадан белсенді режимге қосады. Қан айналымы жақсарады, миға оттегі көбірек барады, ішкі энергия көтеріледі, ойлау айқынырақ болады. Қозғалыс бұл тек физикалық әрекет емес. Бұл ағзаға берілетін сигнал, мен әлі өмір сүремін. Келесі маңызды фактор – мидың белсенділігі. Адам миы өте икемді жүйе. Ол өмір бойы өзгеруге және дамуға қабілетті. Бірақ ол үшін бір шарт бар, жаңа ақпарат пен жаңа тапсырмалар. Егер адам тек бірдей әрекеттерді қайталай берсе, ми автоматты режимде өтеді. Ол аз энергия жұмсайды, бірақ сонымен бірге баяулайды. Ойлау бір қалыпты болып қалады. Жаңа байланыстар пайда болмайды, ми үнемдеу режиміне түседі. Ал жаңа нәрсе пайда болған кезде, ми қайтадан белсенді жұмыс істей бастайды. Ол жаңа нейрондық байланыстар құрады, жаңа ойлау жолдарын ашады, ақпаратты өңдеудің жаңа тәсілдерін дамытады. Сондықтан үйрену ешқашан кеш емес. Керісінше, үйренуді тоқтату мидың қартаюын жылдамдататын ең қауіпті факторлардың бірі. Ми жұмыс істемесе, ол да дене сияқты әлсірей бастайды. Ал әлсіреген ми адамның бүкіл өмір сапасына әсер етеді. Үшінші маңызды фактор – тамақтану. Адам ағзасы энергия мен құрылыс материалын қажет ететін жүйе. Егер дұрыс қорек болмаса, дене біртіндеп әлсірей бастайды. Жас ұлғайған сайын ағзаның қажеттілігі өзгереді, бірақ көп адамдар бұрынғы әдетімен тамақтана береді. Осы жерде мәселе пайда болады. Дене енді бұрынғыдай жұмыс істемейді, оған басқа деңгейдегі қолдау қажет. Ағзаға әсіресе белок, су және пайдалы қоректік заттар қажет. Белок бұлшықетті сақтайды, бұлшықет әлсіресе денеде әлсірейді. Су жетіспесе ми баяулайды, қан оюланады, шаршау күшейеді, ойлау қабілеті төмендейді. Көп адамдар әлсіздікті жаспен байланыстырады, бірақ шын мәнінде бұл көбіне дұрыс тамақтанбаудың салдары. Төртінші маңызды фактор – әлеуметтік байланыс. Адам тек физикалық организм емес, ол әлеуметтік жүйе. Оған басқа адамдармен байланыс қажет. Егер бұл байланыс азайса, адам ішкі оқшаулануға түседі. Бұл тек эмоция емес, бұл биологиялық процесс. Жалғыздық кезінде ағзада стресс гормондары көбейеді, ұйқы бұзылады, иммунитет әлсірейді, энергия азаяды.
Ал қарым-қатынас керісінше жүйкені тыныштандырады, көңіл күйді тұрақтандырады және өмірге деген қызығушылықты қайта оятады. Ең маңыздысы адамдардың саны емес, байланыс сапасы. 5-ші фактор ішкі күйзелісті жинамау. Көп адамдар өзіне ұнамайтын жағдайларға ұзақ уақыт шыдайды. Олар оны қалыпты деп қабылдайды. Бірақ ішкі қысым жоғалмайды, ол жинала береді. Бұл стресс біртіндеп ағзаға әсер етеді, ұйқы бұзылады, иммунитет төмендейді, энергия азаяды, көңіл күй тұрақсыз болады. Ең қауіптісі, адам оған үйреніп кетеді. Бірақ ағза бәрін сезеді. Ішкі қысым азайған кезде ғана адам жеңілдік сезінеді және энергия қайта пайда болады. 6-шы фактор – өмірдің мәні. Адамға әр таң сайын оянуға себеп керек. Бұл үлкен мақсат болуы міндетті емес. Бұл жай ғана себеп болуы мүмкін. Себеп болған кезде адам автоматты түрде белсендірек болады. Ол қозғалады, ойлайды, жоспарлайды және өмірге қатысады. Ал себеп жоғалған кезде өмір баяулай бастайды. Ең қауіпті жағдай ертеңнен ештеңе күтпеу. Себебі үміт жоғалған кезде ағзада баяулай бастайды. Осы 6 фактор бірге жұмыс істегенде адам өмірі өзгереді. Қозғалыс денені оятады. Ми дамиды. Тамақ энергия береді. Қарым-қатынас психиканы тұрақтандырады. Стресс азаяды. Ал өмірдің мәні бәрін бір жүйеге біріктіреді. Айырмашылық жасында емес. Айырмашылық өмір салтында. Ең маңыздысы кеш емес деп ойламау. Себебі адам өзгеруді тоқтатқан сәттен бастап ішкі құлдырау басталады. Ал егер адам әлі де қозғала алса, үйрене алса, байланыс жасай алса және өмірден мән таба алса, ол әлі де толық өмірдің ішінде.